Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге балмұздақтың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Балалық шақта балмұздаққа әуестенбеген адам жоқ шығар. Бәріміз де балмұздақты күннің аптап ыстығы тұрмақ ауа райының салқын мезгілдерінде тұтынуды күнделікті дағдымызға айналдырғанымыз белгілі. Жалпы балмұздақтың құрамы майлылығы 10% сүт, құрғатылған сүт, сонымен қоса лактоза, қант, бояу қоспалар және судан тұрады. Балмұздақта 375 калорияны кездестіруге болады. Бүгінде шоколад, жаңғақ, жеміс-жидек, тосап, карамель, тәтті тоқаш, банан шырыны секілді дәмдеуіштер қосылған түрлі балмұздақтарды кездестіруге болады. Балмұздақ шамамен сүтті, кілегейлі, пломбирлер және жеміс-жидекті болып бөлінеді. Оның ішінде майлылығы өте